Баршаңызға сәлем, каналымның құрметті көрермендері. Сіздермен Динара. Бүгін үй жағдайында қаймақ дайындаймыз. Ол үшін керек ингредиенттер: сүт және ашытқыға қаймақ. Ингредиенттердің пропорцияларын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ашыту үшін сүт жылы болу керек, сондықтан ыдысымызға сүт құйып, газ плитаға қойып, оны қыздырып аламыз. Сүт жылы болғанша қыздырамыз. Енді ашытқа дайындаймыз. Қаймақ қою, сондықтан оған аздап жылған сүтімізді қосып, түйіршіп қалмау үшін әбден араластырамыз. Ашытқы дайын. Сүтпен біріктіріп, бетін жауып қоямыз. Ыдысты көрпеге орап, 8 сағатқа қойып қойдым. Сегіз сағат өтті, қаймақ дайын. Қаймақ ашытылған сүт өнімі және көптеген аспаздық рецепттерге кіреді. Өзім қаймақты шелпек және самса пісіргенде қолданамын. Қаймақ қою және өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Ұсынған әдісті қолданып, үй жағдайында дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліңіздер.